Әсіресе Айтолқын өз жағдайын көп електен өткізді. Шынында да өз жағдайының ескексіз жел айдаған қайық сияқты екенін жанымен түсінді. Жас кезінде әдемі мүсінді күндерінде керек болып, ертеңгісін кір сүртіп тастаған шүберектей лақтырып тастамасына кім кепіл. Бірақ не істемек, қолдан келер қайран жоқ. Қайта сол мәкеңдердің керегіне жарағанда шүкіршілік. Ана ризалар осындай өмірді армандап отыр емес пе? Сондықтан қарным тойына бастаған соң әр нәрсені ойлап кеттім бе? Басыма бір шаңырақ алып алайын, сонан соңғысын тағы көрермін. Жұмыстан шаршап келгенде қатып ұйықтайтын Айтолқынның енді ұйқысыз түндері көбейді. Қажалаған, кемірген ой лектері іліне бере жатқан көздің шарасын айнадай ашады. Әрі ұнап, бері ұнап, қап-қара бұлттай салмағы батпан зәлі ауыр ойларды қуып кетіре алмай тағы әуре. Жарқынырақ нәрселерді ойлап, көңіл ауанын аулайын десе, оған дәйек болатындай тағы еш нәрсе жоқ. Көбінесе жарқын жайлар ауылға байланысты келеді. Әкесі Байзақ атасының екінші әйелінен туған екен. Ойпыр-ай, сол кездегі адамдардың көңілінің парасаты-ай деп бастайтын анасы әңгімесін. Жарықтық атамның бәйбішесі. Алла иманын бұйыртсын, Ахлима өте ақылды болыпты. Өз құрсағынан бала көтере алмапты. Жылдар жылжып өтіп жатыр. Жас болса келіп қалған. Іштегі күйік қалыңдай түскен. Атамыз да махаббатына өте адал. Сабаз адам екен, бала таппадың деп кінә артпапты. Содан апамыз шалына әйел айттырып алып бермек боп шешеді. Ауылдағы алыс жамағаттардың бірінің үйінде отырып қалған қызы бар екен, соны айттырып алып беремін, шалыма деп сұрап барады. Аналар қыздарын бермей қуып жібереді. Жігері құм болған апамыздың еңсесі түсіп, бүкіл қайғы қасіретін есіне алып, жылап келіпті. Ертесіне буынып, күйініп қайта барады. Әй есіркеп, мен саған жетіскеннен келіп отырған жоқпын. Бір әулет ұрпақсыз өтейін деп отыр. Оған мен кінәлімін. Алла сөйтіп қойса не шара. Құдай әйелді ұрпақ өріп бітсін деп жаратқан. Үйде отырып қалған қыз ғой деп келіп отырмын. Шалым қартайып тұрған жоқ. Күш қуаты бойында. Ал мен күн бермейтін, ойындағысы бойында тұрмайтын, желөкпе қатын болсам, өз байыма өзім қатын іздеп жүрмес едім. Сондықтан ойлан, айтуғанда қоржыныңды кеп алып кетсек. Тоқал боп барған соң қызымды тоқпақтап отырсаң, менің де іштей өлгенім, одан да ақ бауырсағасында отыра бергені жөн. Егер қызың бала көтеріп, ұрпағымыз көбейіп жатса, мен өзім ақ бағамын. Күйеуімнің қойнына салып қойып тілеуін тілеймін. Сонымен екі жақ келісіп, атамыз тоқал алады. Арада бір жыл өтеді. Тоқал анамыз да құрсақ көтермейді. Сонда бәйбіше апам дұғасын оқып отырып, күндесіне Алладан бала сұрайды екен. Егіліп жылап отырып сұрайды екен. Алла оның көз жасын көріп, тоқал анамыз 5 бала туыпты. Кәдімгі келіннің күткендей бала туысымен бауырына салып, өзі күтіп бағып, бәйбіше анамыз шалына да күндесіне де жағдай жасап, емшек сүтімен едел-жедел көтерген 5 баланы да өсіріп, ер жеткізген екен. Сол бабалардың кішісі ғой Байзақ. Екі енем де байғұстар, Алланың бергенінен бас тартпаңдар, табыңдар деп отырушы еді. Қандай кемеңгер, қандай кең, ақылды, парасатты адамдар өмірден өткен десеңші. Балалардың бәрі үлкен шешелерінің қамқорлығында өседі. Кіші шешелері Алла беріп ұрпақ жалғастырған үшін құрметке бөленіпті. Әйтпесе бос белбеу, салақтау, бірақ өте жуас әйел болған. Өле-өлгенше бәйбіше шып-шырғасын шығармай, атамыздың шаңырағын шайқалтпай, берекелі бейбіт отбасы етіп ұстап отырыпты. Сөйтіп зорға көрген балаларын атам да қызық тәрбиелеуге немесе баласы жоқ туыстарға беріп жібереді екен. Кең даланың дархандығы дарыған, үлкендеріміздің үлгісі үгіліп бара жатыр ғой. Сол біздің заманымызға дарыса ғой шіркін. Ой, қазақ шіркін, дархандығына даладай кең пейілділігіне қарамастан шамырқанғышта ғой. Сол анамыз бен атамыз көрші отырған жамағайының үйіне өкпелеп, бір күнде көшіп кеткен екен басқа ауылға. Көрші туыстардың ауласының сыртында үлкен өрік ағашы өсіп тұр екен. Едел-жедел туып, бірінің артынан бір өсіп келе жатқан, атаның өлгенде талғанда көрген балалары жаңа өрікке өрмелеп шығып, піскенін жеп жүретін көрінеді. Жамағаттың бәйбішесі екілі рет балаларды қуып жібергенін көңілге түйіп, бірақ айтуға ауыздар бармай жүріпті. Сол кілтипанның тетігі бір-ақ күнде шешіліпті. Бір күн ертеңгісін қараса, арпылдаған үлкен төбетті әлгі өріктің түбіне байлап қойыпты. Менің балаларым жегеннен өрігінің саны кеміп қалам екен. Қашанғы жейді дейсің? Біраз күн жеген соң өздері де шығып қалады. Бала емес пе, қорыған сайын ұмтылатын. Ит қорыған жерге өш емес пе? Қарашей мынаны ұятай, қайнағасынан ұялмай ма? Қайнағам өлгенде талғанда көрген балаларынан аямай-ақ қояйын демей ме? Ой, сый білмес, қумазар құсап отырмасын. Балалардың бірін алып
тәрбиелесеңдер деп айтпақшы болып жүрсем, ойбу қой, сол өрікте дүние болыпты-ау, Аллах бермей үсіп кетсе ше, онда қайтеді екен. Үлкен шешеміз бір күн бойы бұрқылдап жүріп, шалы екеуі қой мынандай түйсіксіздермен қоңсы болмай-ақ қояйық деп бір күннің ішінде көрші ауылға көшіпті де кетіпті. Сөйткен бабалардың ұрпақтары сенің әкең деп отыратын анасы. Бір шикі өкпе үшін осындай ерлікке барған, күндесін келініндей күткен аналары жайлы әңгіме есіне түскен сайын Айтолқын өз үстіне опық жейді. Тұла бойы тұңғышын өз қолымен өлтіргендей болады. Өлтірген немене, төсе сап бойында жаны бар нәрестені тастай қашқаны. Енді ол күндер келмеске кетті. Әгер әкім сол шақ қайта оралатындай мүмкіндік болса, әттең бәрін үлдеме басқаша болар еді деген ойлар да шарасыздықтан туындағандай болатын. Кеудені керген өкініш өмір лебі ақыр соңында лықсыған өксікпен шығатын, тұншыға егіле жылаған соң барып бойы жеңілдейтін. Әрі қарай тіршіліктің қарекеті қайта жалғасады. Өйткені өмір сүру парызы деген үлкен ақиқат алдынан қарсы алатын. Тарс-тұрс қағылған есіктің екпінінен шағын жер тамның өн бойына діріл жүгірді. Шет-шегі болмаған ой көшкіні бірінен кейін бірі басып, денесін батпан салмақтан суырып ала алмаған Айтолқын тарсыл естілгендей болды. Содан кереуеті діріл қақты. Жер сілкініп тұрма, әлде түс көріп жатырмын ба деп кеш келген ұйқысы бұзалмай жатыр еді. Айтолқын деген қосыла шыққан айға елең еткізді. Шашы қобырап ұйқы көйлегі көлеңдеп жүгіріп барып есік ашты. Таң атпастан дыбырлап, не болды Гүлай-ау? Болды, бұдан әрі не болушы еді? Айтсаңшы енді, ел аман ба? Ой, сенде елін айтады ғой. Енді не болды? Түнде келіп милиция мәкеңді тұтқындапты. Неге? Үкіметтің қаржысын жеген және де кісі өліміне де қатысы бар көрінеді. Не дейді? Айтолқынның өңі қуарып, жағы сола қалды. Әдемі өңі бір сәтте шарасыздық, бейшаралық халге түсті. Енді біздікіне де қауіп төніп тұрған екен. Екеуі сыбайлас емес пе? Әуелі екеумізді де тексеру мүмкін. Енді қайттық. Білмеймін, маған алып берген үйінде тартып алады екен. Далада қалатын болдым. Ай, егіле жылаған Гүлайдың даусы жоқтау айтқандай естілді. Болды, қойшы Гүлай, бірдеңе қып күн көрерміз. Сенің бетіңнің әрі бар, жерде қалмай тағы біреуін туып аларсың. Маған Құдай бір мүмкіндік беріп еді, бетім емес, қылығыма қаратып едім. Әйтпесе, қазіргі еркектерге жан-жақты көбелектер керек қой. Қосыла егіле жылаған егіз сормаңдайлар баяғы қалыптарына түскендеріне, бағдәулеттерінің, ырзықтарының өмірі қысқа болғанына, тағдырдың тәлкегі бұларда бен мазақ еткеніне налыды. Алайда біреудің бақытын ұрлап, ынтымақтарын ыдыратып, ырзығына ортақ болғанның пәтуәсі болмайтынын, керісінше жазасы болатынын, бір тәңірге жақпайтынын түсінгендей еді. Күні бойы шаршағанын аяғына түскендей ілбей басып, мойны салбырап бүкшиіп келе жатқан әйелді Айтош деген дауыс елең еткізді. Сонау жап-жас бой жеткен шағындағы естіген есімі, баяғы сол қоңыр дауыс. Құдайым-ау, Қайрош қой мынау. Артынан бұрылып тұра ұмтылды. Жаны жүдеу, көңілі күздей торыққан Айтолқын жүгіріп Қайрош деп ұмтылды. Қымсын бастан жігіт құшағына енді. Сол Қайрошы өзі қарамай еткен Қайрошы. Іштегі мұңын, осы жап-жас қалпында өмірден көрген қорлығын ешкімге айта алмай ішқұса болып жүрген ол ағыл-тегіл көз жасына ерік берді. Не болды Айтош, неге қамықтың жаным деп, ауылда жүргенде қолынан да ұстатпайтын асау қыздың құшағына құлаған сәтін пайдаланып жігітті еркінсіді. Ештеңе, ауылды, елді, туыстарды, сендер сияқты достарды сағынып, кешір, үйіңе шығарып салайын. Қайда тұрасың? Пәтерде тұрамын. Мен де жүре ғой, апарып салайын. Мен өзім ақ барамын. Барасың ғой дегенмен әңгімелесіп, қолыңнан шай ішіп дегендей, жігіттің талабын қайтара алмай, үндемей көнген сыңай білдірді. Менің де ауылдан келгеніме 5-6 жыл болып қалды. Пәтер жалдап тұрып жатырмын. Табысым жаман емес. Алған әйелім нашар болып ажырасып кеттім. Өзіңді бір көрсем деп армандаушы едім. Өңім бе, түсім бе, Айтош па, ол емес пе деп толғанып, бірақ әйтеуір бір күш өзің қойған есіміңді айтқызды ғой. Өзің тұрмысқа шықтың ба? Мен де ажырастым деді ол, басынан өткен келеңсіз жайларды айтып отырғанды жөн көрмей. Мен сені әлі сүйемін Айтош. Сол балалық махаббат менің жүрегімде де сақталып қалғандай. Әйелдің өзіне онша кетәрі емес екендігін байқаған еркек өзін еркін ұстап күлдіргі әңгімелер айтып отырды. Өткен кеткен қызықты оқиғалар, мектептегі өмір, ауылдағы жастар жайлы ұзақ әңгіме дүкен құрды. Кетуге емеурін білдірмеген жігіттің көңілінде Айтолқын қимай үндемеді. Ақыры Қайрош қалып қалды. Ертесінгісін ол: Айтош, бір-бірімізді білмейтін адамдар емеспіз. Сезімдер өтті бастан, әлі сөнбеген сияқты. Бірлесіп өмір сүрейік деді. Сонымен Айтолқынның аядай бөлмесінде екеуі бірлескен өмір басталып кетті. Арада айлар өтті.
Гүлайдың айтуынша оның бекасы, мұның мәкесі де ұзақ жылдарға бас бостандықтарынан айырылыпты, дүние мүліктері тәркіленіпті, оның ішінде Гүлайға берген баспана да кетіпті. Сонымен ол да баяғы таз қалпына түсіп, күн көрісі қиындап, екі қолға бір тірлік табылмай қиналыпты. Жетім бұрышта жетімсіреп жүрген жерінен біреу паналатып, үйінің бұрышынан орын беріпті. Ой дүние-ай десеңші дегенде, көкірегі қарс айырыла жаздағанын көргенде, Айтолқын да өзінің біраз көрген қызықтарының ендігі жерде елес болып қалғанын түсінді. Әрі бала кезден бірге өскен көз таныс, әрі бала махаббатының куәсі, әр сезімі, әлі күнге өшпеген Қайрошқа деген сенімі нығайтып, Айтолқын нәрестелі болуға бел шешкен болатын. Жастықтың қателігінен тастап кетіп, өліміне себепші болған нәресте кеудесінде қасірет болып қатып қалған. Сол шеменді жібіткісі де келеді. Сөйткен сәби құрсағында қыбырлап, әне-міне дегенше дүниеге ұмтылғандай. Тиіп қашып анда бір, мында бір жұмыс істеп, Қайрош та тиын тебенін алып келеді. Тұрақты жұмыс табылмай тұр дейді. Ол неге табылмайды, тұрақты неге орналаспайсың деп, бұл да сұрамайды. Өзінің азын аулақ ақысы бар, ілдәлдап күн көріп жатыр. Сырт көркі сұлу Қайрошқа әйелдердің көзі бірден түсетін. Өзінің осы бір ерекшелігін ол да жиі пайдаланатын. Көбіне бір-екі қайтара қызықтаған соң жоламай кететін тәсілі дәл осы жолы қармақталды. Кімге айтар оны? Қармақты Жанат есімді келіншек салды, мықтап қатырды, оны өзі сезбей де қалды. Жанат осы үлкен қалаға жақын жердегі ауылдың қызы, жастай жетіліп, жігіттермен ерте араласып жүріп, 17-сінде жүкті болып тапқан қызы бар. Одан бергі 13-14 жыл уақытта қолын жөндеп еркек ілінбей жүргенде Қайрош кезікті. Көрші таның баласымен дос жігіт сол ауылға жиі баратын, қадалған жерінен қан алатын бойжеткен қолынан келген әрекетін жасап жүріп, өзінің әрсіздігіне қарамастан сымбатты сылқымды өзіне қаратып алды. Көптен ер құшағын көрмеген келіншек өнерін білгенін бар жағынан көрсетіп жүріп Қайрошты алыстай алмады. Бірер жылдай салған қармағын тереңдете түскен келіншек өзінің көңілдестен гөрі салмақтырақ тірлік сүргісі келетін жайлап ескертіп, жігітті құшағына үйретіп алған еді. Сонымен сәрсенбінің сәтінде жүкті екенін мәлім етті. Басы әңкі-тәңкі болған Қайроштың егер тастап кетсең сотқа берем деген Жанаттың жетегінен шыға алмай жүргеніне де бір талай уақыт болған. Бала махаббаты болған, әне-міне деп күні жетіп отырған Айтолқынды да тастап кете алмай, сарсаңнан шаршап жүргенінде қызды болды. Нәрестесіне қуанғаннан Айтолқынның көзіне жас келіп, ендігі өміріндегі бар қуанышы осы болар деп ойларға да кетті. Өйткені әлденеге алаңдаулы болған Қайроштың мінезі кейінгі кездер ұнамай жүрген. Алайда жүкті әйелдің бір аяғы көрде, бір аяғы жерде дегендей еріне мойын бұруға шамасы келмеген. Енді аяқ қолын бауырына алып ауруханадан кейін үйіне келіп, көңілі жайланған соң байқағаны Қайроштың сезімінің өзіне суй бастағандай кейіп еді. Бірақ алаңдауға шамы жоқ. Өмірдің есігін ашқан сәби әселдің қамымен таң атып күн батты. Ақыры Қайрош та Айтолқынға ағынан жарылды. Басына түскен қайғыны айтып, ойнақтаған отбасардың кебін кигенін жеткізді. Сөйтіп Жанаттың 2 бөлмелі үйіне кіріп алды. Қалай келсе солай кетті ғой деп, өзін өзі жұбатқанмен де Айтолқынның сүйенер ешкімі болмай, көңілі қоңылтақсып уайымға берілді. Ең қиыны жан бағу жағы болды. Сол тамаққа ауыз ілінетіндей боп, қанаты қата бастаса, сәбиін үй иесі әйелге ақшасын төлеп қаратып жұмысқа шығып кетпек те болды. Қайроштың қауқарсыздығына, опасыздығына, алды-артына қарауға шамасы келмей кеткен қорқақтығынан налыды. Мені сотқа берем деп қорқытуға ұятымның жетпейтінін біліп тұрау. Бұл заман осындайлардың заманы болды-ау. Уақыт зымырап өте берді. Күндіз жұмысынан қалжырап, кешкісін баласының тәрбиесі қамымен жүріп, оның 4-ке келіп қалғанын да байқамапты. Әлдебір тұңғиық ойлардың қажығанына біраз күндер болды. Бұл не жүрісім, басымда баспана да жоқ, қолтығымнан демер ерім де жоқ. Біріне тартса біріне жетпейтін қаржысы мынау. Сонда бұл не қылған мағынасыз тірлік болды деп ойлады. Сонымен ауылдағы қарт ананың қолына қайтпақ болып шешті. Жұмыс орнымен есеп айырысып, қызын жетектеп, азын-аулақ киім-кешегін көтеріп кете барды. Қош, армандай болған ақ қала. Бір уақытта таудай талаппен аттап едім босағаңды. Сол сұп-сұр күні келген мені сен де сұрланып қарсы алдың, бауырыңа тартпадың. Ақыры не көрмедім. Адам жаны бәрін көтереді екен. Адамның басы Алланың добы деген ғой. Біраз домалаттың. Енді міне орын таппай, от таппай елге ауып бара жатқаным мынау. Біраз тебіреніс толғаныстан көзіне жас алған Айтолқын пойызға отырды. Алда да жарқырап күтіп тұрған даңғыл жол жоқ сияқты. Мұнарланған боз даланың сағымы қандай жұмбақ болса, ендігі жердегі өмір де сондай мұнарлы болатын.
Ауыл сол баяғы ауыл екен. Жастардың көпшілігі қала жағалап кетіп қалған. Кете алмағандардың жұмыстары жоқ. Уақыттарын карта ойнап, арақ ішіп, ара-тұра төбелесіп өткізіп жатқандарынан анасы хабардар етті. Өз бауырын Қанат та солардың қатарында. Қызмет болмаса да мал өсіріп, бағып дәулет жасауға болады ғой десем тыңдамайды. Мен сөйлесіп көрейін. Ойбой, ол ешкімді тыңдамайды. Әкең қайтқалы тіптен өзгеріп кетті. Араққа ақша тап дейтінді шығарды. Менің қызымды бағып берсең, ана киім тігетін шеберханада бір әйел декреттік демалысқа кетеді екен. Соған кірсем деп ойлап тұрмын. Әрине, аяқ қолым жүріп тұрғанда бағып беремін ғой. Осы бір әңгіме дүкеннен кейін Айтолқын азын аулақ ақысы бар жұмысқа кіріп, орын тапқанына риза болатын. Кешке дейін Қанаттың шығаратын шуы болмаса, бір қалыпты өмір басталғандай еді. Кешегі ішкен ішкіліктің зардабынан басы зеңіп тұрған Қанат не істерін білмей аласұрды. Бір жарты алып, кешегі достарымен бөліп ішіп алса, жаны жадырар еді. Оған қалтада соқыр түйіні жоқ, санасында тек бас жазу. Апа, ай апа, қайдасың деп шықын айғайлады. Не болды қарағым-ау деп сүріне жығыла жүгіріп, анасы келді. Маған ақша керек. Оны қайдан аламын? Жоқ қой. Қайдан алсаң, одан ал. Тап деген соң тап. Ай, қайдан табам? Жоқ болса, зейнетақы бітті ғой. Ешкім қарыз бермейді. Өтірік айтасың, береді. Енді араққа ақша бер деп жүгіремін бе? Нанға сұра. Бала болмай бақа болғыр, сеннен көрдім ғой. Не дейсің? Мұндай болғанша өліп неге қалмадың? Мені өлтіргің келіп тұрма. Одан бұрын мен сені өлтіремін. Басына қаны теуіп көзі қарайған Қанат қолына түскен көсеуді ала салып анасының басынан ұрып жіберді. Есінен танып түскен анасын темірмен ұрғылай берді. Өзі өмір берген ұлының қолынан осылай ана өлім құшты. Қорқып тығылып отырған қаршадай әселді көріп, көңіліне небір ойлар кіріп, еркектік делебесі қозды. Жүрегі әлде бір жамандықты сезіп жылай бастаған қызды шырқыратып сүйреп әкеліп қорлап айуандық әрекетке барды. Тән құмарын тарқатып алған соң, талып қалған қызға көңіл бөлместен үйден ақша іздей бастады. Шешесінің әмиянын тауып жартыға жетер тиын тебенді алып, араққа алып келді дүкеннен. Асықпай отырып ішімдікке тойып алған соң, есін жия бастаған қыз көзіне түсті. Сәлден кейін қаршадай қыздың басы оның айқасып кеткен саусақтарының арасынан сылқ ете қалды. Асықпай ауланың ішінен жер қазып, анасы мен жиен қызды көміп, үйге кіріп бөтелкенің қалғанын тауысып тұрған болатын. Аяқтары жүрмей отырған жігіттің көңіл күйін жұмыстан қайтқан әпкесі бұзды. Қанат, тағы ішіп отырсың ба? Іштім, ішемін. Апам қайда, Әсел қайда? Бөлмелерді аралап шарқ ұрған Айтолқын бір сұмдықтың болғанын сезді. Қайда деймін олар? Жауап бергеннің орнына көздері қанталған бауырының өзіне қарай ұмтылғанын байқады. Қолында пышақ. Жандармен қашып есікке жетті. Сол жүгірген бойы көршінің үйіне жетіп жығылды. Аға, тез милиция шақыр, Қанат мас. Үйде анам да қызым да жоқ, білмеймін не болғанын. Бір жамандықты жүрегім сезіп тұр. Аудан орталығынан келген құқық қорғау қызметкері Қанаттың мастығынан аяға бастағаны байқап сұрақ ала бастады. Аз уақыттан кейін ол өз ісінің қылмысының бәрін жайып салды. Денелер көмілген жерді ашқан кезде әйелдің денесі суымағанын байқап, олар көмілген уақытта оның тірі болғанын анықтады. Келген эксперттер әлденен ұзақ жазып, Қанатты түрмеде қазаны көзімен көріп, есінен танып қалған Айтолқынды ауруханаға аттандырды. Ол ауыр халде жатқан, ел болып, ағайын болып марқұмдарды жер қойнына тапсырды. Сәл сауығып шыққан Айтолқын туған шаңырақтың есігін ашуға жүрегі дауаламай, сол күйінше бет ауған жаққа кетіп қалыпты. Қайтадан қалаға кетіп қалыпты деді біреулер. Көрші ауылдағы туыстарына кетіпті деді тағы біреулер. Бір жерге барып, байғұс өліп кетпесе не етті деді әркімдер. Жаратқан иеміз де біреуге бақ дәулетті, бар жақсылықты үйіп төгіп бере салады. Ал кейбіреудің сорын беселі ғып, тағдырын тәлкек етіп, допша домалатады. Өмірдің қатыгез толқыны бір тұншықтырып, бір көтеріп алып кете жатқан келіншек қайсарлық көрсетіп, қасқайып тұра алар ма, тұра алмас па? Бұл тағдырдың эпилогын тек жаратқан ғана біледі.